Ben Eser'im sizlerмен бірге Академия және мен бұл сабақта HTML құжаттарындағы формалар туралы айтатын боламын. HTML формалар бір құжат жариялаулы оқырмандар арасында ақпарат алмасуға мүмкіндік жасайды. Бұған дейін біз құжаттарды тек экранға шығару әдістерін талқылап келген болсақ, енді керісінше оларға мәлімет енгізу әрекеттерін қарастырамыз. HTML формалары пайдалану аймағы алуан түрлі болып келеді. Мысалы, сайтқа келген оқырмандардың ол туралы өз пікірлерін формаға енгізуге туралы айтуға болады. Әрбір формамызды осы форм тегімен бастаймыз. Бұл форм тегі. Input text text name menu first link. Мұндағы input тегі әртүрлі тәсілдерді пайдаланып ақпарат жинауға арналған. Сол тәсілдерге мәтіндік өрістер, пароль енгізу өрісі, ажыратып қосқыштар, жалаушалар, мәліметтерді жөнелту, сабмит және формаларды тазарту батырмалары жатады. Бұл input-тағы type, бұл дегеніміз енгізу өрісі типін орнатады. Name дегеніміз бұл енгізу өрісінің символдарын санымен берілетін немесе жаңағы осындай жазумен берілетін бөлігі. Одан кейін input name submit дегеніміз мәтінді көріс үшін алдын ала келісім бойынша шығарылатын мәтінді анықтайды. Жалаушалар мен ажыратып қосқыштар үшін өңдеу программасына қайтаратын мәнді көрсетеді. Формаларды жөнелту мен тазарту батырмалары үшін батырма үстіндегі жазуды анықтайды. Осыны тексеріп сақтап, тексеріп көрейік. Бізде формамыз шықты мұнда. Және мұнда баллы десек отправить дейміз. Не болатынын қарайық. Не десек отправить шықты. Және бұның орнына жасап
ваши именник. С. Бізге мындай түтіп келді. Егер телефонса ол кететін болады. Введите ваше имя. Лейблға for атрибутын жазайық. Бұған first name дейік. Ваше имя дейміз. Ваше имя. Және мұнда енді бізге ID атрибут жазу керек болады. ID. Бұл жерге де first name дейміз. Және мұнда бізге BR деген қосайық. Өтеміз келесі жолдан жазу, разделитель. Бізге введите ваше имя деп шықты. Және ваше имя. Бұл лейбл арқылы жазылады. Ары қарай енді input password дейік. Password дейміз. Password және сақтаймыз. Көрейік. Мына жерге пароль жазатын айнала шықты. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай жұлдызшамен беріліп жатыр. Бұл жерге біз жасайық. Ваш пароль дейік. Сіздің пароліңіз. Ваш пароль. Және мұнда BR қоспайық. BR. Ваш пароль және пароль жазатын аймақ. Password. Алдынағыдай лейбл қосатын болсақ, password дейміз. Және ваш пароль мұнда. Ваш пароль және мұнда тағы ID password дейміз. Password. BR жаздық. Логин. Істеген бар. Бұл не еретінін қазір көресіздер. Және мұнда follow дейік. Follow. Бұны бірге дейін деп қойып. Және заполнить меня деп жазайын. Заполнить.
ismini bu yerga saqlab atınız bilan parolimizni saqlab oladi. Input tab radio женский. Женский вид. B1 транс. Сақтаймыз және қайта көрейік. Не бізде ваше имя, ваше пол, пароль, ваш пол. Мужской или женский. Мы будем хотеть кетіп запомнить меня можно. Надо запомнить меня за. Если мы даже сманский век. Запомнить меня за негізі. Мұнда жазу керек. Value теңге. Қателес басқа жерге жазырмын. Remember десе. Керекті. Тексті тегіміз бар. Бұл тек бірнеше жолдан тұратын мәтіндік ақпарат енгізуге арналған өріс құру үшін қажет. Бұл жерде тексттері деген бар. Өрсатын анықтайды, міндетті түрде болуы тиіс бұл. Және комментте болады. Выразились. Тексеретін болса, оны сенімді комментарий жазатын орын шығады. Үлкейте беруге болады. Ұзындығы ал шектеу қою үшін мұнда біз rows және costing бұны осыға дейін rows дейміз. Өріс биіктігі бойынша орналасатын жолдар санын береді. Cost өріс енін, яғни жол ұзындығын символдар санын береді. Мұнда бізде rows 10-ға дейін болса, cost'ы 30-ға. Мұнда 30-ға дейін жазуға болады символды. Асты қарай 10-ға дейін. Енді ең маңызды форма туралы айтайын. Бұл формада
үшін индекс HTML. Бұл біз алдыңғы сабақтарда ашқан болатынбыз. Бұл бізде бар, біз папкамызда бұл бар. Және бұдан бөлек метод деген атрибут бар. Оның екі түрі бар. Біреуі get және post. Get үлкен атпен деген үшін get не сақтаймыз. Егер біз мұнда Айнұр парольді 1-2-1-2 меня женский жерге мысалы бірнәрсе жазайық. Сәлем дейміз. Сәлем. Және отправить дейміз. Бізде сілтемеміз шықты жаңаға. Кеттеріміз алынды. Мәлімет URL-мен бірге жіберіледі. Мәліметіміз URL-мен бірге жіберілетінді біздің first name'іміз Айнұр, паспортымыз егер female комментке сәлем ха-ха-ха-ха дедік. Бұл get арқылы жазылды. Ал егер мұнда post дейтін болсақ, post сақтаймыз. Пароль коммуникатив. Ал post дейтін болсақ, бұнда оның мен пост дейтін болсақ, мұнда форма мәліметі URL-ден бөлек жеке жөнелтеді. Осы форма бүгінгі форма туралы сабағым аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге биекідемін және мен Айнұр.